Міржақып әдебиет қызметіне 1906 жылдан бастап кірісті. Оның сол жылдан бастап жазған өлеңі 1909 жылы «Оян қазақ» деген атпен басылып шықты. «Оян қазақтың» ішкі мазмұндарын тексермей тұрып, біз оның сыртқы құрылысына қандай көлденең әсер болғанын азын-аулақ сөз қыла кетейік. Байшыл, ұлтшыл дәуірге сын бергенде, біз 20 ғасырдың 5 жылдарынан баса қазаққа татар ұлтшылдарының үлкен әсері болғандығын айтқанбыз. Осы әсер өзге қазақ ақындарынан гөрі Міржақыпта оның бастапқы әдебиетке қатынаса бастаған кезінде молырақ болды. Міржақыптың әдебиет әлеміне ерте араласқан Абай, Ахмет сықылды ақындар қазақтың таза ұлт тілімен жазса, Міржақып татар сөздерін екі сөздің бірінде қыстырып отырды. Оған «Оян қазақ» айқын куә. Мысалға сөз басы дегенін алсақ, татарлар қолданып жүрген арабтың хумумия, бейхабар, ғажайып, умылиял, хунар сықылды көп араласқан. Татардың шөнкей, йоқылғындан, кілтірмек деген сөздері араласқан. Өлеңдерде де осылай татарша сөздер көп. Бұл кезде қазақтың емлесі жоқ, тілі өркендемеген кезі. Сондықтан қазақ сөздерінің жазылуы ол кезде бүгінгі күйіндей болуға мүмкін емес. Бүгінгі күйі салыстырғанда тілі таза деген Абай мен Ахметтің өзінде де емле жағы ол кезде татарша. Бірақ олар емлені татарша жазғанмен сөздерін қазақша бере алды. Ал Міржақып жалғыз емлесі емес, тілінің өзінде жарым-жартылап татаршалап отырды. Тіл жағынан қарағанда «Оян қазақ» осындай. «Оян қазақ» мазмұнына келгенде, бұл қазақ ұлтшылдарының сол кездегі форграммы деуге болады. Қазақ ұлтшылдары ұлт туын қолға алып, патша үкіметіне қарсы шыққанда, осы «Оян қазақты» өздеріне форграмм ретінде қолданылды. «Оян қазақ» жарыққа шыға сала, қазақ зиялыларының жәрдемімен қазақ елінің түкпір-түкпіріне аз уақытта тарап, тіпті сол кездегі ұлт туын ұстауға ынталы оқығандар «Оян қазақты» ел аралатып сатты. «Оян қазақ» көп кешікпей қуғынға ұшырады. Жер-жердегі патша үкіметінің полициялары «Оян қазақты» іздеп, оны ұстаушыны қуызап, сатушыны абақтыға жаба бастады. «Оян қазақ» үшін Міржақып абақтыға түсті. Бұл туралы өмір тарихында толық айтылды. Ахмет Байтұрсынұлының масасы ұлтшылдықты қазақ даласына ызыңдаған маса ғана болса, «Оян қазақ» аттан салып айғайға басқан ащы ұран болды. Бұлай болған себебі 20 ғасырдың басынан бастап қазақ даласы отаршылдық қысымға қатты түсті. Сол қысылған даланың «Оян қазақ» қайдағы қышыған жеріне барып дейді. Бұдан былай сөзді «Оян қазаққа» берейік. «Оян қазақтың» басында Міржақып өзінің неге қалам ұстағанын айта келе, бір кеңес түсті қиял бастарыма. Дәптер ғып, ғибрат үшін тастарыма. Қол сусан арнап жаздым халық үшін 20 ғасырдың жастарына дейді. Осы өлеңнің өзі-ақ Міржақыптың ескі өмірден қол үзіп, жаңа өмірге аяқ басқанын, қолын ескі ақ сүйектерге емес, жаңа оқыған, байшыл зиялыларға тірейтіндігін, сөзін 20 ғасырдың жастарына арнайтындығын айқын көрсетеді. 20 ғасырдың жастары дегендер қазақтың байшылдары екені байшыл ұлтшыл дәуірдің сынында айтылған. Міржақып «Оян қазақтың» басында ең алдымен бүгінгі отар болып отырған елдің көзіне кешегі хандық дәуірін, екінші сөзбен айтқанда өз алдына ел болған дәуірін елестетіп алады. Ол заман 301-ге араласқан, бағынып еш патшаға қарамастан. Хан шығып, өз ішінен халықты билеп, билері хүкім етіп өнер шашқан. Көшшеде 1000 шақырым жері жайлы, аққан бұлақ шалғыны көк орайлы. Тоқты қоздап жүріпті тай құлындап, жер тар болып көрмепті уайымды. Бұдан әрі қарай қазақтың орысқа отар болуы, қазақтың ескі кездегі кейбір адамдары қазақты орысқа сатуы, бертін келе қазақ халқының елдігі жойылуға айналып, қысым көргендігі айтылады. Одан кейін Русияда 20 миллион бар мұсылман, жері жоқ осылардың бір қосылған деп, татарлардың исламшылдық пани-исламизм пікірін жанап өтеді де, мәселен біздің қазақ бұл уақытта тысқары рухани идарадан деп, қазақтың билеу ісінен тысқары екенін айта кеп, ақырында «Қазағым көрмегенің әлі алдыңда, боларсың көне берсең мұнан жаман,
Босында аяқ қолың қимылдап қал, бір күнде тыпырлауға келмес шамаң дейді. Бұл қара сөзге айналдырғанда отаршылдыққа қарсы тұр деген сөзі ғой. Міржақып Дулатұлы. Оян қазақ өлеңі. Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ. Шын бақытқа жеткізетін жолда ұзақ. Алашағың аз беді мына дүниеден, болашағың емес беді зор ғажап. Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ. Сілкінші бір қанатыңды қомдап ап, ауырыңды арқала да алға бас, бауырыңмен не өрінді жорғалап. Мен қазақпын, сен қазақсың, ол қазақ. Ер мінезбен өр рухқа болма жат, ортасына жалғыз орыс кіргенде, орыс тілде шүлдірлейді он қазақ. Аталардан қалған асыл мұрамыз, туған жердің қақ төрінде тұрамыз, азаттығы ұмытылған ұлт болып, қазақ тілі қоғамдарын құрамыз. Құрғап кеткен құлдық сіңген санамыз, сұмдық сіңген сүйекке де қараңыз. Тойланады мерекеміз жат жұртша, ойланады өзге тілде баламыз. Құранды да Құдайды да сүймейміз, сұлу көрсек оңашаға сүйрейміз. Жыртаң қалжың айтып күлеміз, тыртаң тойға келсек билейміз. Біреу осса күңкіл күндейміз, біреу тосса дүркін жүндейміз. Намыс деген сөзді жиі айтамыз, бірақ оның не екенін білмейміз. Дүниенің пайдасына пысықпыз, жәннат исін сезе алмайтын пұшықпыз. Бауырларға арыстамыз, барыспыз, басқаларға бас егенде мысықпыз. Мақтаншақпыз, өтірікші даңғоймыз, түтіндейміз, үрлесе де жанбаймыз. Жер бетінде бізден ұлы ұлт жоқ деп, өзіміз көп алдаймыз. Ісіміз жоқ еске алатын тамсанып, селтеңдейміз әуейі боп ән салып. Тірі ағайын пәтер таппай жүргенде, өлгендерге әуреміз тамсалып. Қаным таза, жаным таза дегенмен, көш соңында қалып қойдық неге елден. Мойындаған күллі адамзат неміз бар, не шығардық, ел ынтыққан еленген. Бүкіл әлем өркендеуде дүрілдеп, ғарыштыда игеруде бұрын кеп, кемеде емес, ұшақта емес біздерде, бересебет жасай алар білім жоқ. Шіренгенде үзеңгіні үземіз, мүйізсізді сүземіз, оралманға отырая қараймыз, келімсектен дірілдейді тіземіз. Ертегіге есігін кең ашқаның, ертеңіне қатырмайды бастарын. Қонағы бей жаман үйдің тұрғыны, шеттерінен шел басқан көз мес қарын. Құдай берген мұнай көмір мысыңда, біздікі емес билігінде басқаның. Сырт көзге сыр бермегенмен қайраңдап, ақылымыз ашып бітті айран боп. Қамқор Алла сақтамаса біздерді, қайран жұртта өзің қорғар қайран жоқ. Оян қазақ, ойлан қазақ. ИКАЗ-Инфо білім ғылым инновация сайтынан алынды. Міржақып Дулатұлы. Оян қазақ.